Жедел ақпарат. Саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Биыл кәсіпорындарда 175 жұмысшы қаза тапқан. Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы, бас мемлекеттік еңбек инспекторы Төлеген Оспанқұлов ОКК-да биыл өндірісте қанша жұмысшы қаза тапқанын айтты, деп хабарлады бақ.кз тілшісі. Биылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша мемлекеттік еңбек инспекторлары 5834 тексеру жүргізді. Оның барысында 8936 бұзушылық анықталды. Оның ішінде еңбек саласында 6600, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 2094, халықты жұмыспен қамту бойынша 242, жұмыс берушілерге 3741 ұйғырым берілді және шамамен 339,5 миллион теңге сомаға 2046 адамнан астам әкімшілік айыппұл салынды. Еңбек ресурстары порталында жұмыс берушінің еңбек заңнамасы талаптарының сақталуына, өзін-өзі тексеруден өтуін көздейтін онлайн еңбек консультанты функционалды жұмыс істейді. Ол жұмысы сервис еңбек инспекторын ауыстырады және интерактивті режимде жоспарланған немесе жасалған рәсімдердің дұрыстығын тексереді. Бұзылушылықтар анықталған жағдайда жұмыс берушіге оларды жою мақсатында нақты іс-әрекеттер ұсынылатынын мәлімдеді. Бүгінгі таңда 28799 адам өзін-өзінің тексеруден өтті, деді Төлеген Оспанқұлов. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.